Сәлем достар, бүгін сіздермен тұздалған қиярдың рецептісімен бөлісемін. Бірінші банкаларды стерилизациядан өткізіп аламыз. Қиярды жақсылап жуып, екі жағын кесіп, 4-5 сағатқа суға қалдырып қоямыз. Бізге қажетті заттар қияр, сарымсақ, лавр жапырағы, тәтті бұрыш, укроп зонтигі, лавр хрен жапырағы әрі бұрыштардың екі түрі, черный әрі душистый, қант, тұз және де уксус қажет. Банканың ішіне 2 сарымсақ, бұрыштардың 2-3-4 штуктан саламыз. Лавр жапырағы, тәтті бұрыштан саламыз. Укроп зонтигін жақсылап майыстырып, және де мен хрен жапырақтарын алдын ала кесіп алғамын. Бәрін банкаға салып, қиярларды нығыздап салып шығамыз. Қайнап тұрған суды құйып шығамыз. Он 15 минуттан кейін суды төгіп шығамыз. Менде 2 литрлік банка, 2 ас қасық тұздан, 1 ас қасық қант, 1 шай қасық уксус құйып шығамыз. Қайнаған суды құямыз. Қақпағын жауып, закрывашкамен жақсылап жауып шығамыз. Жабылғанын тексеру үшін банканы ары-бері айналдырып, төңкеріп, үстін жылы одеялмен жауып 1 суткаға қалдырамыз. Менің каналымда тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Қарағандарыңызға рахмет.